Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Қазақстандық профи боксшы Данияр Елеусіновтің 25 маусым күні өткізілген кездесуі кейінге шегерілді. Естеріңізге салайық, ол тура осы күні украиналық профи Иван Голубпен өзінің IBO чемпиондық белбеуін қорғау керек болатын. Әзірге кездесу қандай себептермен кейінге шегерілгені туралы ақпарат жоқ. Даниярдың кінәсі ме, әлде Иван ба, ол жағы айтылмайды. Сондай-ақ қандай мерзімге шегерілгені де белгісіз. Бір сөзбен қалың құпияның астында бәрі. Есесіне сол Даниярмен бірге бокс кешінде өнер көрсетті деген Иван Дычко болса тез арада қарсылас тауып үлгерді. Ол енді 20 маусым күні, яғни 2 күннен соң Аргентинада бокстасады. Қарсыласы жергілікті боксшы Кевин Николас Эспиндола болады. Бұл Дычконың жаңа промоушн Pro Bellum'дағы алғашқы кездесуі. Бұл албымызға алдағысында сәттілік тілеп қояйық. Ал осы аралықта Дычконың өзбек боксшысы Бахадир Жалоловпен жекпе-жегі қарастырылып жатыр. Екеуінің де қазіргі профидегі рекордтары 11-0. Барлығы жекпе-жектерін нокаутпен аяқтап отырған. Бұл туралы Иван былай дейді: мен оның қандай профи екендігін білмеймін. Ал әуесқой бокста 4 рет жолықтым, 4-еуінде де жеңіске жеткенмін. Бір рет қана ол маған қиындық туындаталды, 3-ші кездесуде. Ал қалған 3 сында қиындық көрген емеспін дейді. Дычко өзбекті ылғи төпелеп ұтатын, тек ол әуесқойдан кеткеннен кейін ғана Жалоловтың бағашылғанын білеміз. Біздің бойы Аласалау Қамшыбекті соңғы 3 кездесуінде өтті. Қазақ жанкүйерлері үшін ол көзге шыққан сүйелдей болды. Енді сол бір жанкүйерлік заны Дычко қайтарып берсе екен. Оның үстіне Иван өзбекті күшік кезінде әбден талап алған. Қазақ боксшысының алдында Бахадир аздап қаймығатында шығар. Бірақ бұл алыптар соңғы рет 2016 жылы жолыққан. Содан бері қаншама уақыт өтіп кетті десеңізші. Көреміз, бұл уақыт еншісіндегі сұрақ. Мүмкін кездесер, мүмкін жолдары түйіспейтін де шығар. Кәсіпқой бокс маңындағы жаңалықтар осымен тәмам. Басқа айтар дәнеңе де жоқ. Меніңше біздің профилер жаз айларының соңы мен күзде шулайтын секілді. Әзірге олар каникулда. Ал бізді алаңдатып отырған әрине алдағы жексенбінің таңында өтетін UFC жауынгерлік кеші. Біз Шавкат Рахмонов, Сергей Морозов және Қытайдың қазағы Сайран Нұрданбектердің жекпе-жектерін күтіп жүрген жайымыз бар. Бұл жігіттердің октагонға шығатын межелі уақыттарды анықталыпты. Мысалға Сергей Морозов өз жекпе-жегін біздің уақыт бойынша түнгі 3-те өткізеді. Естеріңізге салайық, ол Раулиан Паевамен жолығады. Букмекерлер бұл жекпе-жекте Морозовты фаворит деп отыр. Ал олардың білетін нәрселері бар. Сергейдің артын ала Сайран Нұрданбек өз өнерін көрсетеді. Оның қарсыласы TJ Браун болмақ. Бұл жігіттердің деңгейлері шамалас, сондықтан мүмкіндіктері де 50-50. Осы жекпе-жектен соң араға 5 кездесу салып, Шавкат Рахмонов октагонға беттейді. Мұны олар таңғы сағат 5:20 депті, бірақ меніңше 6-сыз шақпат шықпайды. Естеріңізге салайық, Рахмоновтың Нил Магнимен кездесуі кештің коммент ивенті болмақ, яғни екіншідегі ел жекпе-жек. Бұрын соңды мұндайды қазақ жауынгерлерінде болып көрмеген. Демек Рахмоновтікі тарихи жай. Өткен аптада бізді Дамир қуантқан болатын. Ол әлемнің үздік лигасында 5-ші жеңісін тіркеді. Енді рейтингтегі орнын күтіп жүрген жайы бар. Алла қаласа ол қыркүйекте оралады және бұл жолы қарсыластарының мықтылары қатарынан болмақ. Дамир өзі Дональд Серронамен шығуға дайын екендігін айтты. Ал мамандар болса, Исмагулов өз салмағы бойынша Феррейра болмаса Ридельмен бақ сынап көргені дұрыс дейді. Бейне материал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.